Молдай 50 мың теңге сұрап отыр дейді. Көксудың молдасы. Көксауда не жерледік қой? 50 мың сөйтіп еді. Ана екінші келіншек тұрды. 50 мың емес, 30 мың береміз соған риза болсындар. Содан кейін жаңағы ата жолына 10 мың теңгеден береміз деді. Сонда жаңағы ұлы жүз, орта жүз, кіші жүзге 30 мыңды қойып былай, 60 мың ба? Содан көр садақасы деп жаңағы ақымдаған жігіттерге береміз деді. Кілем деді. Сөйтіп жаңа кілем әкеліңдер деп айтты деді. Сосын кейін мен әлгіде жүрем, үндемей отыра алмадым деді. Мен қыздар тұрса емес, мен түсінбей тұрмын. Оны сендерге кім айтып отыр десем, молда айтты дейді. Молда айтты дейді. Жаңа кілем әкел деп айтты дейді. Қыздар қайдағы жаңа кілем, не сөйлеп отырсыңдар? Баяғыда қазір де өзі негізі аяғы тапталмаған кілем болса болды, әлі төбедегі ілініп тұрғанда алып, соны жаңағы орап бере салушы едік қой. Мен айттым да, жоқ, олар еще кілемнің фабрикасының жұмысында бір нәрсесі бар. Сонда мен айтамын да, бұл деген сұмдық қой, бұл деген сұмдық қой. Сонда баяғыда әжем айтушы, өлім байдың малын шашам, кедейдің көтін ашам деп. Сонда жарайды, байлар шаша берсін, малын шашама, жылқы сояма, сиыр сояма, қой сояма, олар өз ер көзінікі. Бірақ енді мына тұрмыстары орташа, кейбіреулердің тұрмыстары вообще нашар. Естуімше кейбіреулер кредит алып жатыр екенбіз мысалға. Бұл деген сұмдық қой. Сонда біз несіне құтырамыз? Баяғыда мен әжем айтатын, қазақтың үйінде өлім болғанда қазанын төңкеріп қойып жоқтау айтып отыратынбыз дейді. Сол кезде менің нервім ауырып отырған, сонда жаңағы 50 мың теңге болса, сонда Көксу ауданының мешітінен молда шықпайды ғой, онда ондай молдам тұрғаным бар ма менің дедім. Қыздар дедім, онда несіне ол молда болып отыр? Егер ақша бермесең есіктен шықпайды. Ол что, автомашина что ли, бензин машина жүрмейтін? Ол деген сұмдық, ол деген позор, біздің мұсылман еліне позор дүние. Ақыры ставка дейсіңдер ма? Онда жарайды, онда кәдімгілей, ана орыстардың шіркеуінде сияқты крещенияға 5 мың теңге дейді ғой. Онда жарайды, онда ставка жазыңдар мысалға. Жаназасын шығарғаны 50 мың теңге, киімін пішкені 10 мың теңге, жаңа кілем, ескі кілем салуға болмайды. Деп солай тарифті кәдімгі антимонопольныйға барып, комитетке барып, утверждать етіңдер, ақыры сөйтеді екенсіңдер. А бұлай жай бірақат да, халыққа барып, 50 мың төлемесең шықпаймын дегенді қоймайды екенсіңдер, онда түбілеріңе жетем мен. Оңбаған ятсыз молдаларға айтып тұр мен бұны. Біздің мысалға еңбектегі жігіт бар, молда, имам, өмірінде ақша сұрамайды. Қанша сон бересің садақа, соны алады да, Аллах бір деп жүре береді. Көрдіңіздер ма? Сондай болу керек. Біз өзіміз, әр адам өзінің мүмкіндігіне қарай береді, берген алып мәз-мәйрам болып. Менің ойымша, Құран оқыған адамның ставкасы болмау керек. Әбілдесін, имамсың ба? Шаңыраққа қара. Түгі жоқ үйдің барып, неменеге сен жылқыны 50 мың давай деп отырасың? Ятсыз. Кеше көрдік, айтқан уағызының бір бәтуәсі жоқ. Бұл жырап бір нәрсені, бұл жыр айтты да кетті. Менің тозаққа баратынымды, жоқ әлде жұмаққа баратынымды сен қайдан білесің, көке? Егер мен басыма орамал тақпасам, почему ты решаешь, быть мне в аду или быть мне в раю? Не твое дело. Алла тағаланың алдында өзім жауап берем. Ақыры уағыз айтасыңдар ма? Дұрыстап дайындалып келіңдер сабаққа келген сияқты. Кәдімгілей, Көксудасың ба, Ақсудасың ба, маған не волнует? Халықтың жағдайына қара, одан кейін барып ақша сұра. Егер дұрыстап бәрін жасап берсең, бар адам былай да былай береді. Алмас бауырым, Талдықорған өңірінің өкілетті имамысың. Мына өзің